Мен Демира Мұратбековна, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 2023-2024 оқу жылынан бастап мемлекеттік тілде оқымайтын бірінші сыныптарда қазақ тілін жүргіземін. Өзінің бір сабағымен бөлісетін болсам, өзара қарым-қатынас қабілеттерін дамыту, жақсы көңіл-күй, жағымды психологиялық ахуал орнату мақсатында жүректен жүрекке тренингін өткіземін. Әзиза, мен саған керемет күн тілеймін. Ойын барысында оқушының көңіл-күйі көтеріледі, оқушы жалықпайды. Сондықтан үй жұмысын мен осындай кім жылдам форматында сұраймын. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын әрдайым қайталау өткізілуі керек. Мен сабағымның 5-10 минутын бұрынғы сөздерді қайталауға жұмсаймын. Оқушылар сөздерді жақсы есте сақтау үшін түрлі түсті плакаттар және қолмен көрсету технологиясын пайдаланамын. Әрі қарай өздеріне қайталатып ақпаратты бекітемін. Мынау менің көзім. Мынау менің құлағым. Мынау менің аузым. Мынау менің оң қолым. Оң қолым. Мынау менің сол қолым. Алақан, саусақ, саусақ сәлем. Сол қол, оң аяқ, сол аяқ. Жаңа тақырыпқа шоу жасағаннан кейін оқушыларды зеріктірмеу мақсатында сергіту сәтін өткіземін. Әрдайым сабақ уақытында топ IQ, WordWall бағдарламаларымен тапсырма дайындап сабағымды түрлендіремін. Бірінші сынып оқушылары көп жазғанды ұнатпайды. Оларды жігерлендіру мақсатында мен оларға орындалған тапсырма үшін бояу суреттерін ұсынамын және дәптерлерін тексеруде жұлдызша жапсырмаларын қолданамын. Оқушылар сабақ жайлы пікірлерін айтып, кері байланыс жүргізіледі. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.